Жәмил деген әйел болған, Әбу Лахабтың. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның көршілес тұрған екен Әбу Лахаб. Сол кезде үйіне шыққан кезде түнде қайтар жолында пайғамбарымыздың жүретін жолын біліп алады екен, сол жерге тікендер төсейді екен. Пайғамбарымыз жүріп аяғын бәлен мәрте аяғын жаралап алған екен де. Бірде осы аят түскен кезде, осы Мәсәд сүресі түскен кезде, анау кім Жәмил қолына бір тас алып, осы таспен пайғамбардың басын жарам деп Қағбаға іздеп келген кезде, пайғамбарымыз бен Әбу Бәкір екеуі отырады. Сол кезде отырады, бірақ анау келеді де сұрайды: сенің анау досың қайда дейді да, осындай мен жайында осындай өлеңдер айтып жүр екен деп. Кәне мен осы көрсем, осы таспен басын жарам деген секілді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Әбу Бәкірдің қасында отырады. Әбу Бәкір болса қатты қорқып кетеді, пайғамбарымызға зиян тигізе ме деп. Бірақ ол Алланың қалауымен көрсетпей қойды дейді да. Сол кезде сұрайды: қалай сен көрмей қалдың ба дейді да. Алланың қалауымен Алла оның көзіне перде қойып тастады дейді. Сол дәл қасында отырады, пайғамбарымыз бірақ көрмей қояды. Енді осындай бір әйелі мына жерде деген, хаммала деген нәрсе көтереді дейді. Отынды өзіне, тозақ отына өзінің отын көтеріп өзі апарады дейді да. Бұл жерде енді бұл неге отынды көтеріп апарады? Өйткені әрдайым ол өсек жаяды екен да адам, сол әйел. Бір адамдарды бір-бірімен ұрыстырып, бірінің арасына бір от салып жүретін адам болған екен да. Өсек таратып жүрген адам болған екен. Сол үшін осының жазасы осындай болды дейді. Өзінің отына өзі отын тасиды деген. Фи джидиха, джид деген нәрсе мойын. Фи джидиха, оның мойында. Хаблун, хабл деген нәрсе арқан. Мин мәсәд деген иесілген арқан болады дейді.